Ал енді алтөбе аурушаң болып, ең 5-ші бала. Ең кенжесі. Қанша қажетім жоқ. Штаттан тыс адам сияқтымын. Содан бір кешке қарай дем алмай қалғам. Кейін міне өлдігі садаған. Ойбай, олар өліп қалды деген. Шешем көзіне жас алғандағым. Дәлізге шығарып, киізге орап, таңертең жерлейміз енді. Қазір кеш болып қалды деп, дәлізге орап шығарып тастаған екен. Естуімше, сол кезде шелекті мұз қатып жатқан кезі мүмкін көрді. Содан таңертең енді кетпен күрегін алып, адамдар кетпей ме? Маған қайбір мола керек дейсің. Ұзындығы 1 метр, ені 60 сантиметр жетеді ғой. Соны қазып болып, молашылар енді мені қойып болған екен, үйге келіп, бір шай ішу ғой, байқұстардың ойлары. Ол кезде бір шай ішудің өзі. Сөйтіп тез қазып болып, мені күтіп жатқан ғой. Қазір келеді дағын, жерлейміз дағын, кетеміз деп. Мен жоқпын, әлі жоқ. Финалда кісі жіберді, бала қайда? Сол кезде ал енді баланы алып шығыңдар дейді ғой, алып шығыңдар, олар апарайық. Көңілі ұзақ күткізуге болмайды деп. Алып шығайды міне кемпір көршіген ғой, атын білмеймін қазір. Сол барып көтеріп, қазір бетім ашық жатқан кезі. Бетіне ыржиып күліп қарап. Ана байғыз кемпір шалқасты түсіріп. Ойбай, күміс күнде баланың түрі ғой. Деп жаны шұрып айғайлап, шешеме жетіп келген. Шешем келіп, сол кезде ғана егіліп жылаған екен. Сәлім болғанда 1 сағаттан мен жоқ болған енді. Сол ойлап жылаған болып отыр. Соғынан екінші өмір сүріп кейін бастады. Жығырлап, шешем даш, бәрім даш. Кешқұрым, қымбатар кездерде жақтырап қалғамыз, ауылы 6 километрде. Сол кезде үйірлі башқырдық, 3-4 олар атылып үйірменен. Сол кезде сұқалып, ямылап, айнала таяғынан ұрғылап жібермейді. Алар әуел қарқып кейін, аял кішікенді өлемеге топырақ шаша бастайды, енді шауыл ашар тегісі. Шешем білмеймін, бірден шешімді келдім. Сонда мені арқалап алғаны, қызды жерге қойды да мені арқалайсан қашты. Аналар қызды жеп таласып жатқан. Сөйтіп ауылға бардық, кейін қайтып келіп қарасақ шашынан басқасын бәрін деп болған. Шешем жылап жатқан. Бірақ мен есімде жоқ, кейін өзім айтып берді ғой. Сонда ауырып жатыр. Ауырып жатқанда мен баланы 16-да ойнап кетеміз кезде. Су алып келу керек. Су алып келейін десе мен жақсы көретін қызым бар. Көрпіз ұятқан. Түнде айтып. Кешек келіп бір күні. Сонда тұрып, өзі айтып беріп басында. Сені таштауым керек еді дейді. Сөйтсем, сондай жағдай болған. Өзгертті деп біреулер айтады, сенің өміріңді өзгертті деп. Бірақ ол өзгерістері мен қиындықтары мен қуаныштарын қатар алып келді. Дәрігерлер өмір мен өлімнің арасында жатқан жан үшін операция столында ұзақ айқасқан. Олар мүгедек болып қалмауым үшін соңғы мүмкіндікке дейін пайдаланып, аяғымды сақтап қалуға тырысты. Бірақ бұл жердегі әңгіме 12 мүшемнің амандығы емес, шырқыраған жанымды кеудемнен шығармай алып қалу екенін мен ол кезде қайдан білейін. Ауруханада кейін өзіме өзім келе алмай жатқанда сөзі бар бір әуенді ыңылдап айтып жатыппын. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек, бұған ұйқасты өлең сөз керек, өзіне орайлы. Дәрігерлер тыңдаған,
сөздері естерінде жоқ, бірақ екінші шумағында мынандай сөздер бар еді, маған артынан айтқанда есіме түсіргенде былай айтты: сен мынандай ән айттың деді. Қайран, қайғысыз, қамсыз күндерім, сайран, сауықтар рахат түндерім, сендерден не пайда. Кейін жақсы болып, жаңағы отырған кездерімде әлі жүру жағдайына жеткен жоқпын да, бірақ қатты ауырып отырған кездерімде түсіндірді. Сосын ол әнді мен есіме түсіре алмадым. Сосын іздедім. Іздеп келгенде бұл Шәкәрімнің әні болып шықты.